Сәлеметсіздер ме, құрметті 7-ші сынып оқушылары? Бүгін біз қазақ тілі пәнінен жеңіс күні, ұлы ерлікке тағзым бөлімін оқуды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақтың батыр қыздары. Сабағымыздың оқу мақсаты: мәтін тақырыбы сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау. Фразеологизмдерді ажырата білу, мағынасын түсіну. Сабағымыздың бағалау критерийі: бірінші, мәтін тақырыбы сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтайды. Екінші, қазақтың батыр қыздарының өмірбаяны туралы біледі. Үшінші, фразеологизмдерді ажыратады, мағынасын түсінеді. Ой түрткі: оқушылар, сіздер қалай ойлайсыздар? Суреттен кімдерді көріп отырмыз? Олар соғыста қандай ерлік көрсеткенін білеміз бе? Иә, дұрыс айтасыздар. Қазақтың батыр қыздары Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова, Хиуаз Доспанова. Ендеше, біз бүгінгі сабағымызда қазақтың батыр қыздарының өмірбаяны мен ерлігіне тоқталамыз. Назар қойып тыңдаңыздар. Әлия Мәншүк қайсар қызы қазақтың, ерлігіне таңданамын ұзақтым. Көрсеткен батылдығы мен ерлігі үшін Әлия мен Мәншүкке Кеңес одағының батыры атағы берілді. Бүгінгі күнде олардың есімі берілген қаншама көшелер, мектептер, ұжымшарлар мен кеңшарлар, аллеялар мен бульварлар бар. Олардың өшпес ерлігін өзек етіп жазылған өлең кітаптары мен роман-хикаяттар да, фильмдер де көп. Бұдан басқа да Алматыда шығыстың қос шынары атанған Әлия мен Мәншүкке көрнекті жерге ескерткіш орнатылды. Тілдік бағдар: негізгі ой дегеніміз автордың оқырман не тыңдарманға айтқысы келген ойы. Мәтіннің негізгі ойы мына сұрақтарға жауап береді. Осы тақырып бойынша автор менің нені білгенімді қалап тұр? Мәтін авторы маған не айтқысы келіп тұр? Негізгі ойды анықтау: ең алдымен мәтіннің тақырыбын анықтап алу керек. Мәтіннің негізгі ойын анықтамас бұрын мәтіннің тақырыбын білуің керек. Мәтінді алдын ала бір шолып шығу керек. Осы тақырып бойынша автор маған қандай ой жеткізгісі келіп тұр деген сұраққа жауап бер. Негізгі ойды анықтау үшін мына мәселелерді есте сақта. Бірінші, абзацтың бірінші және соңғы сөйлемдерін оқып шық. Мәтін авторлары көп жағдайда негізгі ойды абзацтың алғашқы және соңғы бөліктерінде баяндайды. Екінші, мәтіннің тірек сөздерін анықтап ал. Кейін ол тірек сөздерге қатысты берілген ойды талдап көр. Үшінші, мәтінде әртүрлі жағынан сипатталатын ойларға назар аудару керек. Бұл мәселе әр абзац пен әр сөйлемде жан-жақты талқылануы мүмкін. Төртінші, негізгі ой баяндалған сөйлемдерді тауып ал. Бесінші, кейде мәтіннің негізгі ойы анық түрде емес, жасырын берілуі мүмкін. Біз ол жасырын ойды мәтінде берілген қосымша ой арқылы түсіне аламыз. Тілдік бағдар: құрамындағы сөздер бір-бірімен тұтасып, әбден жымдасып кеткен, олардың мағыналық жігін ешқандай ажыратуға келмейтін тұрақты тіркестерді фразеологизмдер дейміз. Мысалы, мұрнына су жетпеді. Тұрақты сөз тіркесі уақыты болмады мағынасында. Ал түйені түгімен жұтты тұрақты сөз тіркесі жебір, жемқор, парақор мағынасында жұмсалады. Балалар, енді қазақтың батыр қыздарының өмірбаянымен танысайық. Бірінші тапсырма: мәтінді мұқият тыңдаңыз. Тыңдап отырғанда басты мәліметтерді түртіп алыңыз. Тыңдалған мәтін бойынша сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтаңыз. Әлия Молдағұлова 1925 жылы 16 маусымда Ақтөбе облысының Қобда ауданындағы Бұлақ ауылында
Нұрмаханбет Сарқұлов пен Маржан Молдағұлованың отбасында өмірге келген. Әлияның азан шақырып қойған аты Ылия. 1933 жылы анасы қайтыс болғаннан кейін әжесі Тәжікеннің тәрбиесінде апасының сіңлісі Сапурамен бірге тең дәрежеде жүрді. Нағашы ағасы Әубәкір қызмет бабымен Әулиеатаға көшіп келеді. Сол жерде нөмірі 11 теміржол мектебіне Әлия 1 сыныпқа 1934 жылы қабылданады. Молдағұловтар отбасы Мәскеуге көшіп келеді де Әлия мен Сапураны 1935 жылы нөмірі 35 Мәскеу орта мектебіне береді. Сол жерде 1938 жылдың наурызына дейін оқиды. Отбасының жағдайына байланысты Молдағұловтар Әлияны Ленинградтағы нөмірі 46 балалар үйіне береді. Ол нөмірі 140 орта мектепте оқиды. Әлия бірбеткей, әділетті, шындықты көзге айтатын, қорықпайтын сыныптас тарыста болған. Мектепте пионер-вожатый, қабырға газеті редакция алқасының мүшесі болған. Тәртібі мен білімі үшін Артек лагеріне жіберілді. Соғыс басталғанда Әлия комсомол қатарына қабылданды. Соғыс басталған жылы балалар үйі Ярославль облысының Вятское селосына эвакуацияланған. Әлия осындағы Вятское орта мектебінің 7 сыныбын аяқтаған соң авиациялық техникумға оқуға түседі. Бірақ бұл мамандықты игеру үшін көп оқу керек болды. Ол майданға аттануға асықты. 3 ай оқығаннан кейін 1942 жылы жұмысшы шаруа қызыл әскеріне майданға жіберу туралы өтініш жібереді. 1943 жылы мергендер даярлау жөніндегі орталық әйелдер мектебін аяқтап, осы жылдан бастап 54-ші арнайы атқыштар бригадасы 4-ші батальонының снайпері болған. 80-ге жуық дұшпанның көзін жойған батыр 1944 жылдың 14 қаңтарында Псков облысының солтүстігіндегі Новосокольники ауданы Казачиха ауылы маңында болған соғыста ерлікпен қаза тапты. Батыр Новосокольники ауданының Манаково ауылында жерленді. Ол қайтыс болғаннан кейін 1944 жылдың 4 маусымында Кеңес одағының батыры атағы берілді. Мәншүк Маметова 1922 жылы Батыс Қазақстан, қазіргі Орал облысының Орда ауданында туған. Азан шақырып қойған аты Мәнсия. 5 жасынан бастап оны әкесінің немере інісі Ахмет Маметов және әйелі Әмина асырап алған. Үлкен қара көзі, пысықтығы, ширақтығы үшін олар баланы еркелетіп моншағым деп атады. 1937 жылдың қуғын-сүргініне Маметовтер әулеті де ұшырады. Ғылыми зерттеу институтының директоры Ахмет Маметов қамауға алынды. Ол кісінің әйеліне айтқан соңғы сөзі: «Менің Мәншүгімді ренжітпе, аман сақта». Кейіннен Ахмет Маметовты ақтады, бірақ олардың отбасы қудаланып, халық жауға аталды. Есейген Мәншүк әкесінен бас тартпады, оны сатпады. Ол әкесінің қамалуын қате деп санады. Мектепті бітіргеннен соң Мәншүк медицина институтына оқуға түсті. 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталғанда Мәншүк 18 жаста болатын. Ол соғысқа бару, отанын қорғау туралы шешім қабылдады. Өтінішінде фашистерді жою үшін майданға жіберетін менің ағайым да, апайым да жоқ, сондықтан өзімді жіберіңіз деп жазған. 1941 жылдың 7 тамызы. Бір жыл бойы Мәншүк әскери комиссарияттан өзін әскерге жіберу туралы өтінді. 1942 жылдың 13 тамызында Алматыдан 100-ші атқыштар бригадасы майданға аттанды. Әскердің қиындығын Мәншүк ерлермен қатар көрді. Жер жорғалап судан жүзіп, қалың ну ормандарды өтті. Пулемет атып үйренді. 21-ші гвардиялық атқыштар дивизиясының ең жақсы пулемет атқышы атағына ие болды. Ол ер жүректің үлгісі болды. Оны дивизия жауынгерлері мақтан тұтқан.
аға сержант Мәншүк Маметова Псков облысындағы Невель қаласы үшін болған кескілескен шешуші ұрыста ерлікпен қаза тапты. 1944 жылы ерлігі үшін Мәншүк Маметоваға Кеңес одағының батыры атағы берілді. Дескриптор: мәтінді мұқият тыңдайды. Тыңдалған мәтін бойынша сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтайды. Оқушылар, жұмыстарыңыз жүйрік жауап, жөн жауап, жуық жауап номинация тәсілі арқылы бағаланады. Бәрекелді. Міне жүйрік жауап. Мәтіндердегі негізгі ой, яғни қазақ батыр қыздарының сұрапыл соғыс қиын кезеңде өмір сүргені баяндалған. Олардың жас та болса өз еркімен өтініш жазып, қан майданға аттануының өзі жүрек жұтқандық. Отан үшін күресіп, ерлікпен қаза болды. Ерен ерлік үшін Кеңес одағының батыры атағы берілді. Қазақтың батыр қыздарының өмірбаянымен таныстық. Енді екінші тапсырмада қос диаграмма тәсілі бойынша батыр қыздарымыздың өмірбаянынан алынған деректерді орналастырайық. Дескриптор: қазақтың батыр қыздары туралы мәлімет біледі. Қазақтың батыр қыздарының өмірбаянынан алынған деректерді қос диаграммаға орналастыра алады. Иә балалар, Әлия Молдағұлова 1925 жылы Ақтөбе облысында туылған. Азан шақырып қойған аты Ылия. Әлия Ленинград балалар үйінде болған. Мергенде даярлайтын әйелдер мектебін оқыған. Әлия Молдағұлова мерген ефрейтор. Ал Мәншүк Маметова 1922 жылы Орал облысында туылған. Азан шақырып қойған аты Мәнсия. Мәншүк медицина институтында оқыған. 1942 жылы майданға аттанды. Мәншүк таңдаулы пулеметші. Әлия да Мәншүк те қазақ қыздары. Екеуіне де Кеңес одағының батыры атағы берілді. Екеуіне де ескерткіш орнатылды. Жарайсыздар балалар, қазақтың батыр қыздары туралы мәлімет білесіздер. Өмірбаянынан алынған деректерді қос диаграммаға орналастыра алдыңыздар. Келесі, яғни үшінші тапсырма. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бірінші бағанда фразеологиялық тіркес берілген. Соны екінші бағандағы мағыналарымен сәйкестендіреміз. Жауаптарымыз бас бармақ тәсілі арқылы бағаланады. Фразеологиялық тіркестер: найзаның ұшымен қорғау, жүрек жұтқан, қан жусадан ағу, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман, қан майдан, мұздай темір құрсану, туы жығылу. Мағыналары: ұрыста жеңілу, еш нәрседен қорықпайтын батыл, бейбітшілік тыныштық кезең, күшпен қорғау, қатты жарақаттану, мықты қарулану, қиян кескі ұрыс, қызу айқас. Дескриптор: фразеологиялық тіркес туралы біледі, мағынасын түсінеді, сәйкестендіре алады. Ал енді сәйкестендірейік. Жауаптарымызды дұрыс нұсқасымен салыстырайық. Найзаның ұшымен қорғау мағынасы күшпен қорғау. Жүрек жұтқан мағынасы еш нәрседен қорықпайтын. Қан жосадан ағу мағынасы қатты жарақаттану. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман мағынасы бейбітшілік тыныштық кезең. Қан майдан мағынасы қиян кескі ұрыс, қызу айқас. Мұздай темір құрсану мағынасы мықты қарулану. Туы жығылу мағынасы ұрыста жеңілу. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы жауап бердіңіздер деген ойдамын. Оқушылар, бүгінгі сабақта мақсатымызға жеттік пе? Оны біз өздеріңіздің кері байланыстарыңыздан білетін боламыз. Әрқайсымыз нысанадағы орнымызды белгілейік, яғни 1-ден 5-ке дейінгі аралықтың бірін белгілейміз. Белсенді қатыстым, қызықты болды, түсінікті болды, жаңа тақырыпты меңгердім. Ал енді оқушылар, үйге тапсырманы белгілеп алайық. Қазақтың 3-ші батыр қызы Қиуаз Доспанова туралы ақпаратты жинап, дәптерлеріңізге жазыңыздар. Сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты бойынша сіздер қазақтың батыр қыздары туралы мәлімет алдыңыздар.
мәтіннен негізгі ойды анықтадыңыздар, фразеологизмдер туралы білдіңіздер. Келесі сабақта кездескенше балалар, сау болыңыздар.